Сәлем қыздар, бүгін сіздерге афганский Наполеон пирогын жасап көрсетпекшімін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, сіздермен ең қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Біз бірінші жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып аламыз. Ағын бір шетке алып қоямыз, сарысы бізге қамырға қажет. Ең алдымен ұнымызды елеп аламыз, оған ванильді қантты, қопсытқышты қосамыз. Оны жақсылап араластырып, сары майымызды салып, сары майды осылай ұнға араластыра отырып, бүкіштен шығарып аламыз. Барлығын шығарып, ұнмен жақсылап араластырып сары майды. Сосын оған жұмыртқамызды, сметанамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ, жайылғанға оңай қамыр болады. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігін домалақтап, кішкене тындырып қоямыз. Енді біз ақуызымызға шым-шым тұз салып, оны миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Ағарып көтеріліп шыққанша араластырамыз, сосын қантымызды аз-аздан салып, миксерлейтін боламыз. Бізде қантымыз толықтай еріп кету керек, осындай қатты крем шығу керек бізде. Енді қамырымызды пергамент қағазының үстіне қойып, осылай жайып алатын боламыз. Өте жұқалап жаямыз. Менде листің формасы 30-ға 33. Сіздер өздеріңіздің листтеріңізге қарай жаятын боласыздар. Оны шаншқының көмегімен осылай тесіп шығамыз. Сосын үстіне беземізді жағып, оның үстіне майдаланған грек жаңғағын сеуіп, 160-170 градуста 20-25 минуттан пісіріп алатын боламыз. Біз 3 коржға безе жағатын боламыз. Ең соңғысына 4-шісіне безе жақпай өзіні пісіріп алатын боламыз. Бұл коржды біз пирогымыздың ең үстіне қоятын боламыз. Міне піскен корждарымыздың шетіні тегістеп, осылай кесіп алып тастаймыз. Ол шетінен шыққандарын сосын істетіп жібереміз үстіне. Енді біз кремді дайындайтын боламыз. Бірінші сары майымызды осылай ағарғанша миксерлеп, оның үстіне қайнатып қойылтырылған сүтпен қойылтырылған сүтті салып, тағы да миксермен араластыратын боламыз. Бізде өте дәмді осындай крем шығады. Енді пирогымызды жинаймыз. Әрбір корждың үстіне осылай кремімізді жағып шығатын боламыз. Міне біздің соңғы коржымыз безе жағылмаған. Оның үстіне де кремді жағып, шеттеріне, бәр жеріне кремді әдемілеп жағып шығатын боламыз. Шетінен шыққан крошкаларды майдалап, мен осылай сеуіп қойдым. Үстіне шоколадты ерітіп, осылай әсемдеп шықтым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Пирогымыз өте дәмді, песочный болып шығады. Дайындап көріңіздер. Ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар.